أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Мүміндердің анасы Сафия Хайяй қызы, Аллах оған разы болсын. Сен пайғамбардың қызысың, сенің атаң пайғамбар, және сен пайғамбардың әйелісің. Дәреже тұрғысында сенімен кім таласа алады? Сафия, Аллах оған разы болсын, Кинана ибн Рабихпен алғашқы неке түні түсімде, Мәдинадан шыққан айдың аспан көгімен менің төбеме жылжып келіп, сәулесін шашып тұрғанын көрдім. Оянған сон түсімді күйеуіме айттым. Ол ашуланып, бұл сенің Мұхаммедке жақын болғың, оның әйелі болғың келетіндігінен басқа еш нәрсені білдірмейді, деп бетімнен салып қалды. Жүзімде әлі күнге дейін сол соққының дағы қалған, деген. Діндар да иманды, мүміндердің анасы Сафия Хайяй қызы Яқуб пайғамбардан алейхиссалам тараған Бану Надир тайпасынан еді. Сонымен қатар оның ата тегінің Мұсаның алейхиссалам ағайыны Харун ибн Имранға да алейхиссалам тікелей қатысы бар еді. Анасының есімі Барра Саммауал қызы. Сафия тұтқынға түскеннен кейін Аллах тағаланың оны тура жолға салуымен исламды қабылдап, өзінің жас сеніміне жан тәнімен беріледі. Исламды қабылдамай тұрып, Аллахтың елшісіне, оған Аллахтың сәлеммен салауаты болсын, дейін Сафия 2 рет тұрмысқа шыққан еді. Алғашқы күйеуінің аты Сәлма ибн Мишкам, ал екінші күйеуінің есімі Хайбар қамалының иесі Кинана ибн Рабих еді. 2 рет тұрмыс құруы да Сафияның тайпасы үшін бейбіт өмірді сақтаудың жолы болады. Өйткені сол уақытта яһудилер мен олардың тайпаларының арасында ежелден келе жатқан дұшпандық кеңінен орын алған еді. Яһудилер пайғамбарымызбен, оған Аллахтың сәлеммен салауаты болсын, келісім шарт бекітіп, артынша өздері оны бұзатын, қулық сұмдыққа барып алдайтын. Бір сөзбен айтқанда, Аллах нұрының жарығын сөндіру үшін бәрін істейтін. Ақырында Аллах елшісі, оған Аллахтың сәлеммен салауаты болсын, бұл зұлымдыққа нүкте қоюға және мұсылмандарды олардың айла шарғысынан құтқару үшін қалың қол әскермен яһудилерді шабуылдауға шешім қабылдайды. Мұхаррам айында, хиджра жыл санауымен 7-ші жылы, пайғамбарымыздың, оған Аллахтың сәлеммен салауаты болсын, әскері Араб түбегіндегі яһудилер қамалына бет алады. Бұл қорған оңаша орын тепкен берік қамал болатын. Онда яһудилер қулық сұмдықтарын ұйымдастырып, өтіріктің жалынын маздататын. Таңертең Аллах елшісі, оған Аллахтың сәлеммен салауаты болсын, ерте оянып, Аллахқа мақтау айтып, жәрдем тілейді. Сол күні жарық пен қараңғылықтың, ақиқат пен жалғанның, иман мен күпірдің арасында үлкен шайқас жүрді. Сөйтіп, жарық қараңғылықты жойып, ақиқат жалғаннан үстем келіп, иман күпірді жеңеді. Бұл шайқас ислам тарихында Хайбар жорығы деген атпен қалған болатын. Жорықта Бану Надир тайпасының көп адамы тұтқынға алынады. Олардың арасында Сафия мен оның күйеуі Кинана ибн Рабих та бар еді. Сол кезде Сафияның жасы бар жоғы 17-де болатын. Сахабалар Аллах елшісіне, оған Аллахтың сәлеммен салауаты болсын, тұтқынға Хайбар қамалының иесі алынғандығын мәлімдейді. Ол, оған Аллахтың сәлеммен салауаты болсын, оны алдына әкелуді бұйырады. Пайғамбарымыз, оған Аллахтың сәлеммен салауаты болсын, кедейлер мен мұқтаждарға үлестіріп беру мақсатында одан қамалындағы қазына байлықтың қайда екенін сұрайды. Бірақ Кинана қазынаның орнын айтудан бас тартып, қамалда мүлдем қазына жоқ деп жалтарады. Сонда Аллах елшісі, оған Аллахтың сәлеммен салауаты болсын, егер біз оны тауып алсақ, сені өлім күтіп тұр, осыған келісесің бе, дейді. Кинана «Я» деп жауап береді. Мұсылмандар Кинананың тығып тастаған қазына байлығын тауып алады. Аллах елшісі, оған Аллахтың сәлеммен салауаты болсын, Кинананың өтірік айтқандығын біліп, оны сахабасы Мұхаммад ибн Масламаға, Аллах оған разы болсын, жібереді. Шайқаста яһудилер ибн Масламаның бауырын өлтірген еді. Осының ызасымен ол Кинананы соққыға жығып, оған кесілген үкімді орындайды.
Ал тұтқынға түскен әйелдер Аллах елшісінің, оған Аллахтың сәлем мен салауаты болсын, азаншысы Биләлдің, Аллах оған разы болсын, қарауында еді. Олар жылап, бақырып, шақырып, айқайлап, шу шығарумен болғанда, жалғыз Сафия ғана үнсіз мұңайып, ішінен тынатын. Оның мөлдір жанарынан аққан жас та білінер-білінбес еді. Оның бұл халі пайғамбарымыздың, оған Аллахтың сәлем мен салауаты болсын, көңілін аударады. Аллах елшісі, оған Аллахтың сәлем мен салауаты болсын, Сафияның жанына таяп келіп, Биләлдан оны босатуын сұрайды. Пайғамбарымызға, оған Аллахтың сәлем мен салауаты болсын, Сафияның жүріс-тұрысының қарапайымдылығы, түсінігі мен сабырлылығы ұнайды. Анас ибн Маликтің, Аллах оған разы болсын, айтуынша, Аллах елшісі, оған Аллахтың сәлем мен салауаты болсын, Сафиядан иманға келіп, өзінің әйелі болуға қалай қарайтындығын, келіспесе бостандыққа жіберетінін айтқанда ол, «Уа Аллахтың елшісі, әрине, қалаймын, тек егер Аллах пен ислам ғана маған ол үшін ерік берсе. Яхудилікте мен үшін мақсат жоқ, онда мен үшін әке де, бауырда қалмады. Маған иман мен күпірдің арасына таңдау тастадың. Мен исламды сен үйленуге ұсыныс жасамай тұрып-ақ қабылдағанмын. Аллах пен оның елшісі маған бостандыққа шығып, қауымыма оралғанымнан жақсырақ», деп жауап береді. Үйленгеннен кейін пайғамбарымыз, оған Аллахтың сәлем мен салауаты болсын, оған, «Аллах өлтіргенше әкең маған яхудилердің ішіндегі ең қаскөйі болып өткен еді», дегенде Сафия, «Уа Аллахтың елшісі, Аллах кітабында ешкім басқаның күнәсін көтермейді деген ғой», дейді. Аллах оған разы болсын. Пайғамбарымыз, оған Аллахтың сәлем мен салауаты болсын, Мәдинаға қоныс аударғанда, Сафияның әкесі Хайяй ибн Ахтаб Мәдинада болатын. Ол өз тайпасының көсемі еді. Сафия, кішкентай кезімде әкемнің немере ағам Ясермен сөйлесіп жатқанын естідім. Әкем одан, «Жіберілген пайғамбар осы ма?» деп сұрады. Немере ағам, «Я», деп жауап берді. «Оны қайдан білдің?» деп сұрады әкем. Ол, «Ишара етілген барлық белгілер сәйкес келеді», деді. Әкем, «Енді қандай шешімге келдің?» дегенде ол, «Оған өле-өлгенше қастық қылуға байлам жасадым», дейді. «Мен бұлар айтып жатқан кісі пайғамбар болса, неге онда оны жек көреді деп ойладым», дейді. Осы сәттен бастап Сафияның жүрегінде Аллахтың елшісіне, оған Аллахтың сәлем мен салауаты болсын, деген махаббат оянады. Олар үйленіп, Мәдинаға бірге оралады. Мәдина халқы мұсылмандардың үлкен жеңісі мен пайғамбарымыздың, оған Аллахтың сәлем мен салауаты болсын, жас сұлу Сафияға үйленгендігіне қуанышты еді. Үйленгеннен кейін пайғамбарымызға, оған Аллахтың сәлем мен салауаты болсын, Сафия өзінің Кинанаға тұрмысқа шыққанда алғашқы неке түні түс көріп, түсінде оған айдың жылжып келіп, сәулесін шашқандығын, кейін ол түсін оянған соң күйеуіне айтқанда, ол бірдеңелерді шатып, жұдырық жұмсағанын, сол соққыдан жүзінде дақ қалғандығын айтқанда, Аллах елшісі, оған Аллахтың сәлем мен салауаты болсын, оған жаны ашып, аяушылық танытады. Мәдинаға қайтып келе жатқанда, Сафияның жол бойы неге өзінен алшақ жүргендігін сұрайды. Сонда Сафия, «Уа Аллахтың елшісі, мен сен үшін қатты қорықтым. Яхудилер біздің жанымызда еді. Менің кесірімнен саған олардың зияны тимесе екен деп, сенен бір шама алшақ жүрдім», деп жауап қайтарады. Мұны естіген Аллах елшісі, оған Аллахтың сәлем мен салауаты болсын, оған сүйіспеншілікпен көз тастайды. Мәдинаға кіргенге дейін олар пайғамбарымыз, оған Аллахтың сәлем мен салауаты болсын мен Сафия шымылдықты күймеде болады. Екеуі бірге түнегенде Аллах елшісінің, оған Аллахтың сәлем мен салауаты болсын, сахабасы Абу Айюб Халид ибн Зайд, Аллах оған разы болсын, пайғамбарымызды, оған Аллахтың сәлем мен салауаты болсын, таң атқанға дейін бақылап, қарауылдап жүреді. Таңертең Аллах елшісі, оған Аллахтың сәлем мен салауаты болсын, одан неге өздерін күзеткендігін сұрағанда, Абу Айюб, «Уа Аллахтың елшісі, мен шынында сен үшін қатты қауіптендім. Бұл әйел саған зиянын тигізуі мүмкін еді. Сен оның күйеуімен
тайпаластарын өлтірттің емес пе, дейді. Сонда Аллахтың елшісі оған Аллахтың сәлем мен салауаты болсын: ей Абу Айюб, мені осы түні күзеткеніңдей Аллах рақымымен сені де, басқа мұсылмандарды да яһудилердің зұлымдығынан сақтасын, деген екен. Пайғамбарымыздың оған Аллахтың сәлем мен салауаты болсын бұлайша дұға қылуының себебі, яһудилер Аллах елшісі оған Аллахтың сәлем мен салауаты болсын мен мұсылмандарға не бір зұлымдықтар істейтін. Бірде Зайнаб Харис қызы деген яһуди әйел Аллах елшісінің оған Аллахтың сәлем мен салауаты болсын алдына қойдың піскен етін әкеліп дастархан жасайды. Сол кезде пайғамбарымыздың оған Аллахтың сәлем мен салауаты болсын қасында тағы бір сахаба отырған еді. Әкелген етті сахаба жей бастайды, ал пайғамбарымыз оған Аллахтың сәлем мен салауаты болсын әйтеуір жегісі келмейді. Етті жеген сахаба сол жерде ақ жан тәсілім етеді. Кейін Зайнаптан неге Аллах елшісін оған Аллахтың сәлем мен салауаты болсын улап өлтіргісі келгендігін сұрағанда ол: мен сенің пайғамбарлығыңның ақиқаттығын тексергім келді. Егер сен шын мәнінде пайғамбар болмай етті жегеніңде біз сенен құтылар едік, деп жауап береді. Дегенмен де Сафия Зайнап сияқты емес еді. Имандылығы, тақуалығы сондай, оның жүрегі иман мен ислам нұрына толы болды. Пайғамбарымыз оған Аллахтың сәлем мен салауаты болсын Сафия мен Мәдинаға жеткенде оны өз үйіне апармастан сахаба Харис ибн Нұғманның, Аллах оған разы болсын, үйіне түсіреді. Сафияны көруге мүміндердің аналарының көршілері, сонымен қатар басқа да мәдиналық әйелдер келеді. Барлығы Харис ибн Нұғманның үйінің айналасына жиналып, Сафияның бір көрінуін күтеді. Олардың арасында Айша да, Аллах оған разы болсын, бар еді. Бір кезде Аллах елшісі оған Аллахтың сәлем мен салауаты болсын Айшаның Харистің үйіне кіріп бара жатқандығын байқап қалып, оны қарсы алып, көйлегінен өзіне қарай тартып: сен кімді көрдің? деп сұрайды. Ол яһуди ғой, деп жауап береді Айша анамыз. Пайғамбарымыз оған Аллахтың сәлем мен салауаты болсын: олай деме, ол исламды қабылдады, дейді. Айша пайғамбарымыздың оған Аллахтың сәлем мен салауаты болсын басқа әйелдеріне жаңа түскен әйел жайлы айтып келеді. Сафия Аллах елшісінің оған Аллахтың сәлем мен салауаты болсын үйінде салмақты, сабырлы қалпын сақтай білген. Ол ақиқатты танып, жүрегіндегі яһудилік ұлттық сезімді иманға жеңдіре біледі. Сафия яһудилердің мұсылмандарға қарсы айла шарғы жасап, қулық сұмдық істейтіндерін білетін. Сафияның иманы күннен күнге күшейе түседі. Әйтсе де, адамдардың оның сыртынан яһудилігін сөз етуі доғарылмайды. Оған қоса Айша мен Хафса оны мысқылдайтын. Осының себебімен Аллах тағала ардақты елшісіне, оған Аллахтың сәлем мен салауаты болсын: ей иман келтіргендер, сендерден бір қауым басқа бір мүмін қауымды сыртынан күліп мысқылдамасын. Өйткені олар мысқылдаушылардан қайырлы шығар. Және әйелдер де басқа әйелдерді кемсітпесін. Бәлкім, кемсітілген әйелдер өзінен жақсы шығар. Өздеріңді, яғни бір-біріңді кекетпеңдер де, бір-біріңді жаман лақап аттармен атамаңдар. Иманнан кейін пасықтық есімі қандай жаман. Кім тәубе қылмаса, әне солар пасықтар, деген уақи жібереді. Осыдан кейін Сафия өзіне ауыр тиетұғын гу-гу әңгімеге құлақ тұруды қойып, көңілі жай табады. Бірде Аллах елшісі оған Аллахтың сәлем мен салауаты болсын ол үйде жалғыз жылап отырғанда үстінен түсіп, не болғандығын сұрайды. Сафия Айша мен Хафса оның яһудилігін мысқылдайтындығын жеткізеді. Сол кезде пайғамбарымыз оған Аллахтың сәлем мен салауаты болсын: сен олардың өзіңнен еш нәрсесімен артық еместігін, өйткені сенің күйеуің Мұхаммед, ал әкең Харун, атаң Мұса екендігін неге айтпадың, дейді. Ол бұл сөздерге жұбанып, сабырға келеді. Сондай-ақ пайғамбарымыздың оған Аллахтың сәлем мен салауаты болсын Сафияның яһудилігін бетіне басқаны үшін Зайнап Жахш қызын, Аллах оған разы болсын, 3 айға жалғыз тастап қойғаны жайлы риуаятта бар.
3 айдан соң ерлі зайыптылық қатынасын қайта қалыпқа келтіргенде Зайнап қуанғаннан оған Аллахтың сәлемі салауаты болсын күңін сыйлаған екен. Сафия пайғамбарымыздың оған Аллахтың сәлемі салауаты болсын жанында әрдайым бірге болады. Пайғамбарымыз оған Аллахтың сәлемі салауаты болсын қайтыс болғаннан кейін Сафия қалған өмірін өз үйінде оңашада Аллахқа ғибадат етумен өткізеді. Ол Яхуди ұлтынан әрі сұлу болғандықтан адамдармен ара қатынаста аса сақтық жасайтын. Бірде Сафияға көрші әйел мүміндердің әмірі Омар ибн аль-Хаттабқа, Аллах оған разы болсын, келіп: «Уа мүміндердің әміршісі, Сафия яхудилердің демалысы сенбі күнді жақсы көреді. Ол сол күні яхудилерге ақша, киім үлестіреді» дейді. Омар естігені туралы Сафиядан сұрағанда, ол: «Мені Аллах иманға келтіргелі сенбіні жұмадан артық көрмеймін, ал яхудилерге келсек, олар менің қандастарым» деп жауап берген. Кейін Сафия көрші әйелге барып, неге Омарға олай дегендігін сұрағанда, әлгі әйел: «Мені шайтан түртіп, маған осы ойды салды» депті. Омар бар шындықты білгеннен кейін Сафияны қайтып мазаламаған. Аллах елшісінің оған Аллахтың сәлемі салауаты болсын қазасынан кейін Сафияның өмірі осылайша жалғасып жатады. Ол пайғамбарымыздың оған Аллахтың сәлемі салауаты болсын өзіне тастап кеткеніне ілесіп күн кешеді. Оған қоса қоғамдық, саяси мәселелерде табысты еңбек етеді. Жұртшылық Сафияны жақсы көріп, құрметтейтін. Ол басқаларды өзінің қолынан келетін нәрселерге үйретіп, көптеген хадисті жеткізіп кеткен. Осман ибн Аффанның, Аллах оған разы болсын, үйін бүлікшілер қоршауға алғанда Сафияның оған ас су әкелгендігі жайлы хабар бар. Ол хиджра жыл санауымен 50-ші жылы Муғауия ибн Абу Суфиянның, Аллах оған разы болсын, кезінде дүниеден қайтады. Денесі мүміндердің аналарының қорымы Бақиқта жерленген. Аллах оған разы болсын. Достар, асыл аналар атауымен тыңдарманға жол тартқан видеолардың жалғасын көргіңіз келсе, арнаға жазылып, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз. Сондай-ақ қоңырауша батырмасын басып қойыңыз. Асыл аналар атауымен жарыққа шығатын видеолар жалғасын жіберіп алмай көре алатын боласыз. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.